Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз Алматы қаласының автодромын талдайтын боламыз. Көбісі сұрап жатыр, Алматы қаласы қайда, автодромы қайда деп. Ендеше біз сіздер үшін бүгін автодромды талдайтын боламыз Алматы қаласының. Мінекей бізде жеңіл автокөлік Алматы қаласы, жоғарғы качествода. Вы можете начинать движение. Ендеше машина оталдырайық. Ремень тағамыз, ручник түсіреміз. Сол жаққа бұрылыс көрсеткішін қосатын боламыз, құрметті достар. Және айта кетейін, құрметті достар, егер де тест сұрақтарын алам деушілер болса, комментарийда WhatsApp нөмір болады, соған жазыңыздар. Бізде қазір бір ай алсаңыз, бір ай сыйлыққа беріліп жатыр. 1+1 тест сұрақтар, және осы автодром приложениесі беріледі. 2190 теңгелік телеграмдағы сұрақтар беріледі, және ПДД 2024 кітабы берілетін болады. Бұл автодром 100% сәйкес келеді барлық қала бойынша. Ендеше сол жаққа жағамыз поворотник, дыға саламыз скоросты. Бисмилля, кеттік. Бұрыс көрсеткішін сөндіреміз. Бізде ең бірінші подъем, еңістікке көтерілу. 3 секунд тоқтаймыз. Бірақ мен автодромға барған кезде, автосонға 5 секунд тоқтаған дұрыс. Мейлінше да. Бірақ өз уақыттарыңызды әрдайым үнемдеңіздер, достар. Уақыт ол ең құнды ресурс, сондықтан бос өткізбей, ПДД пресс-кезет сайтымен дайындалған дұрыс. Кеттік. Біз оңға бұрыламыз, значит солға қарай аламыз да, мейінше. Әдемі. Енді оң жаққа бұрыламыз қазір. Оң жаққа жағып қояйық поворотник. Жасыл жанды, жолымыз болды. Супер. Оң жаққа бұрыламыз қазір. Жол белгісін қарап отырыңыздар. Жол белгісін білсеңіздер, барлығы оңай бұл жақта. Көрсетішін қосамыз. Бізде қызыл жанып тұр. Бағдаршамда. Тоқтадық. Білесіздер ғой, 1 метрден алыс болмау керек. Достар, тоқтайтын жеріңіз. Тоқтасаңыздар 1 метрден алыс 5 балл қосып береді. Егер де тоқтау сызығын кесіп өтетін болсаңыздар, тоқтау сызығын 25 балл қосып береді. Ал бағдаршамның алдындағы тоқтау сызығын кесіп өтетін болсаңыздар, сразу 100 балл. Ал обычный пешеход, стоп деп тұратындар бар ғой, содан өтсеңіздер 25 балл қосады. Ал бағдаршамдан өтсеңіздер 100 балл қосып береді сразу. Сразу үйге қайтасыздар. Так, бұл жерде бізде артпен қою, айнамыз или руліміз ақ линиямен тең болу керек. Бірдей болу керек. Сосын біз оң жаққа до конца рульді бұрып, яққа дейін апарамыз. Енді бізде былай R-ға саламыз, аварик қосамыз, рульді до конца солға қарай бұрамыз. Қараңыздар. Жайлап бұрамыз. Айнамызға қарап қоямыз, ешқайда асығыс жоқ. Тіке келіп алдық. Енді сол жаққа до конца бұрдық қой жаңа. Енді орнына алып келеміз, тіке артқа жүретін боламыз. Бізде қабылданды, ал кеттік. Зачтено деп айтпады. Ештеңе етпес. Маған естілмей қалды. Ойынның дауысы маған өте жай естіліп жатыр, құрметті достар. Менің даусым да естілмей қалуы мүмкін, сіздерге айып етпеңіздер. Микрофонмен түсіріп отырған жоқпын. Жай телефонның звугымен түсіріп отыр. Пока что бізде 0 балл. Алматы қаласы. Мен ойымша Алматы қаласы ең қиын автодромдардың бірі. Үлкен қала ғой Алматы. Оңай емес. Оң жаққа бұрыламыз қазір. Қызыл жанып тұр, жай жүрсеңіз болады деді. Неге барасыздар ғой автодромға? Жасыл жаңағы күту үшін жайлап. Бірақ меніңше жасамаған дұрыс ғой.
аварийға қосамыз, тоқтаймыз, иә. Ол любой уақытта шырылдауы мүмкін. Осында авариялық тоқтау. Меніңше дайын боласыздар оған. Сразу тормоз басып аварийға қосасыздар, иә. Стоп линия. Мінекей, дәл тоқтадық, иә, линияға. Сол жаққа жағамыз поворотник. Ой, үстеміп кеттік қой. Так, полоса разгона. Мына жерде біз екіге саламыз скоростьті и жол белгісіне қандай көрсетіп тұр, сол жылдамдықпен жүреміз, иә. 40 тұрады, значит 40-қа дейін апармайын, 39, 38. Ой, солға қарай поворотник бізде дұрыс қосылмай қалды. Ештеңе етпес. Бізде соңғы жаттығу, жанмен қою. Так, келдік. Мінекей машинамыздың артқы доңғалағы или кузовы артқы. Так, мына ақ сызықпен теңесеп болғаны. R-ға саламыз. Мінекей, былай көрсетейін. Так. Руль до конца оңға бұрамыз. Мына жерде келдік қой. Енді сол жақ айнамызға қарап отырамыз. Ана бұрыш көріну керек парковканың. Көрінді, иә. Енді тіке аламыз рульді. Автокөліктің жартысы бар ғой. Автокөліктің жартысы міне. Екі айнаның ортасы. Сол мына парковканың бұрышымен теңесу керек. Теңесті. Енді рульді до конца солға бұратын боламыз. Так. Келмей қалды, жоқ, қабылданды, құрметті достар. Мына ақ сызықпен теңесе болғаны негізінде дыға саламыз. Зачтено деп айтты, иә. Так, артқа жүрейік сәл. Мына жерден шығып кетейік. Контрольный линияны бассыңыз деп тұр. Балл жинап алдық, құрметті достар. Ең соңында оңға қарай бұрылыс көрсеткішін қосып, осымен біздің талдауымызды аяқтаймыз, иә, құрметті достар. Осымен автодром бізде бітті. Ендеше сау болыңыздар. Егер де сұрақтарын және осы автодромды алам деушілер болса, комментарийда WhatsApp номер болады, соған міндетті түрде жазыңыздар. Ендеше сау болыңыздар.